аузыңды екі шакала елдер. Чайка. Жап дедім ғой сен екеуің ауыздарыңды. Бүгін таңертең жауып тастап бұғаттап не үшін ашқызына бұл екеуің. Жапсын үнін өшіріңдер өкімет адамдар. Әлдерің келмей мен сол екеуіне үнін өшір де ол вообще оған. Үнін өшірсін. Менде адамдар дайын тұр. Мен жыныма тимесін. Мен елім үшін просто үндемей отыр едім. Өшір үніңді. Өшір үніңді. Баян мен Динара. Кім едіңдер сендер? Қазақстанды ластайтын, лайлайтын, уласа елдер. Уласа елсіңдер екеуің. Жұрттың бәрін қызықтырып, қызылды жасылмен бүкіл қазақтың ар-намысын әйелдердің жаман жолға итермелеп жүрген. Жап аузыңызды. Жап дедім ғой сен екеуің. Жабыңдар ана үкіметтің адамдар. Көзін құртыңдар ана екі әйел. Дыбысын шығарушы болмасын. Одан да қазақша сөйлеп дұрыс жолға түссін. Жан керек болса. Картобын жарам мен онда. Картобын жарып берем мен бір жолата. Өзімен бірге алып кетеміз şu. Вот неге. Солай, менімен ойнамасын. Мен ешқашан өтірік айтпаймын. Бәрі шындық менде. Шындық. Аузын жап дена. Отырсын оға. Бір жеріңді қыс де оға. Көп құтырмасын екеу. Орысша айтқанда житіне надоело, наверное, екеу. Тайраңдап болған шығар екеу. Қазақтың да киесі бар шығар. Қазақтың да қасиетті бар шығар. Екеуі ма не осы Қазақстанды бүлдіру үшін бүлік. Жапсын ауыздарын. Отчеттарын дайындаңдар. Ақтөбе шақарып бастаған үкімет. Тоқаев, если мені қорғамаса, ертең көресің. Бүкіл Құдай түгіл ана дүниеде сені жақсы көрмейді. Мен өткен шақыр ана, мен өзіммен бірге отчет берсін онда жұрттың бәрі. Кешегі Динара Сәтжанның берген концертіне отчетін беру керек ол. Не үшін алды ол ақша? Мен алсам еңбегіме алдым, үй жалдадым. Ол не үшін алды? Кеше әр адамнан 25 мың, 150 мың теңгені адам не үшін алу керек? Сұрақ. Не қандай еңбегімен алу керек ол? Берсін жауабын, сосын мен де берем жауабын. Біреудің отчетін тексергенді көрсетейін олар. Отчет деген бар ғой, Құдайға шүкір, оған құртпай қойды. Мен біреуді алдасам, бұлар мені баяғыда аямайды. Мен ешқашан өздерің бердіңдер ғой талай. Жемқор болмағаным үшін өте осындай халге түсірдіңдер ма мені? Мен жемқор болмағаным үшін ба сонда? Жүр ғой қаптаған жемқорлар қастарында күшті болса. Айнұр Асқарқыздан бастап. Қараш бұлардың әділеттіліктерін. Көресің, мен құсам ана кісіні өлтірді, бұларда бейт жоқ. Бірақ Құдайдың алдына барасың. Бұл өмірге бізге орын жоқ шығар. Неден орын дайын тұр. Құдай қаласа бәріңді күтіп алам сояқтан. Бәріңді күтіп алам сояқтан. Көресіңдер ғой. Мен ештеңе қысылмаймын. Маған қысылма, менің байымда көтеріп қысып отырсын. Беретін бәрін беріп кеттің ғой, мен сол дүнияға жабыстым ба? Бірде-бір затты өз атыма жазып, даже алып берген адамдардың моласына да барып көрген жоқпын. Мен сендер баяғы ұстап, бір есеппен берген жоқпын ғой. Шын ниетіммен орысша с любовым бердім ғой. Мен оны еңбектеніп таптым ғой. Осылай еңбектеніп таптым ғой мен оны. Олай ол бермейді ешкімге. Ол мен құсап еңбектеніп тауып жатқан жеңісі ол. Мен өзімнің маңдай термен ештен қорқпай қойсын. Менің атымда еш нәрсе жоқ. Біреуіңіз тексерші үйінде алда. Кімде бар? Телефонда бар ма сондайлар? Мен удостоверениемді алып, иініммен теші біреу иініммен қарадым отырдым, қарасы онымен. Бірдеңе бар ма екен? Мен бейшараның атында қойып бар ма екен? Әйтеуір бір қара жер тауып беріңдер, ертең өлгенде жер өртеп жүрмеңдер. Мен маған өртегендерім керек емес. Бір әйтеуір өлгенде тыныш жататын жер тауып берсеңдер болды, маған басқа ештеңе керек емес. Қалған баяғыда мен бас тартқанмын, қорықпай ақ қойыңдар. Ондай зат мені қызықтырмайды, босқа әуре болмай ақ қойды. Өзінше мені жаңа дүния қор деп, киелі зат деп қойды. Ол киелі заттың киесі ұрады сені бір күні, ұрады. Оны маған бір теңге ғана өзім де сатып аламын. Әкем Шапайдың затын емес қой, қырғыздың заты ғой. Оның үстіне жолы, несі мына қыздар көреді. Мен шаруам жоқ. Даже маңайына бармай, мен өзім айтам, сатып аламын барып. Босқа әуре болма, сен баян. Тарихты, әдебиетті ашта қарашаш. Бекет ата деген болған ба, жоқ па? Сен әбден орыс болып, бетіңмен кеткенсің, болды сол саған. Соның таяғын мен жеп тұрма, жей берем, ештеңе етпес.
Беті жылтырағанның бәрі алтын емес. Күйеу үй алып берді деп өйтіп жұртты қырудың қажеті жоқ. Үйді алып берсе, ол кезінде ол ана түрмеде отырған кісінікі болған дейді, кеше бәрі айтып жатыр. Мен өсек термей просто қайта. Ол ана өсек теретіндер сайлап жатыр оны. Бірдеңе дейді, мен түсінбеймін не айтып жатқанда. Мен потому что дүнияға қызықпаймын. Мен ондай дүния қор адам болмасын, маған ол қызықтырған да жоқ. Кеше жұрттарға айтып жатыр. Үйткен, бүйткен, сөйткен дейді, мен шаруам жоқ. Бір дүниясын санап отыратын жағдайым жоқ мен. Мен тек қорғадым өзімнің ана тілімді, өзімнің дәстүрімді қорғадым. Басқа ештеңе керек емес маған. Қалғанын бердік қой сендер. Ала бер, мен саған дүнияңа бір ауыз әңгіме айтпай, вила, вообще мен ондай зат жек көретін адаммын. Дүния деген зат. Халықтың жан айқайы, мен көтерген мәселені қолдап жатқан кісілер өте көп екен. Апайымнан жылап отыр мысалы. Міне алла тағала енді бізге осы жастарды осылай бұзғанға енді дұрыс түсінбей, кейбір жас қыздар дұрыс түсінбейді ғой, енді сол өздерінше свободаны. Сондықтан не мынандай жағдайларға жеткізіп жатыр. Тәрбие басқадай болу керек. Бұрынғы қазақ өз ата-бабамыздың тәрбиесі болу керек. Маған сол рахмет айтып келіп жатыр. Балалар түрмеге түскен, үйде әйелдер еркісіге бағынбай кеткен, мынандай жаңағыдай пештерге еліктейді қызылды жасыл. Әйелдердің жаңа бүйту керек. Оның да зияны бар бір жағынан. Ол әйелді қолдадық деп не істегенмен, оның кейбір әйелдердің білімі дұрыс болмай. Мысалы, қазір Қазақстанда ең ауру асқынған әйелдердің жаңағы тәртіпсіздігі. Ол сөздің шыны, мені жесең. Бәрі сұрап жатыр, Гита-Зитаға жетіп, Гита-Зита мамасы дейді, Гита-Зита өзі болды. Ал бұна біздің қаншайым, мен жиендерім ке? Жон, міне қараңдар. Қазақ аруы. Астананың аруы қызы келіп, болашағыз. Мен балаларым. Ой, бәрі Гита-Зита мамасы. Қызы болып кетті, бұл мамасы емес қазір. Қызы бұл, мұна қара. Мұна да не қалай болды, Гита мамасы дейді.